Екі түрлі салмасы бар бәліш дайындаймыз. 500 грамм ұнымыздың үстіне 1,5 шай қасық қопсытқыш, 120 грамм қантымызды араластырып аламыз. Және үстіне үй температурасындағы 300 грамм сары майымызды қосып, қолмен үгітіп, өгілмелі қамыр дайындаймыз. Және басқа ыдысымызға 2 дана жұмыртқа үй температурасындағы және 3 шай қасық қаймағымызды араластырып алып, алдыңғы ұнды массамыздың үстіне қосып, өте жұмсақ қамыр дайындаймыз. Дайын қамырымызды пакетикке салып, кемінде жарты сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Ендігі кезек салмаларын дайындаймыз. Бірінші начинка бізде творожный, яғни сүзбелі. Ол үшін бізге 300 грамм сүзбе, 1 дана жұмыртқа, 100 грамм қант, 2 ас қасық қаймақ және 1 ас қасық манная крупаны қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Венчиктің көмегімен, болмаса ас қасықтың көмегімен дайындап аламыз. Екінші начинка бізде, яғни вареный сгущенкамен. Ол үшін бізге 1 банка вареный сгущенка және 70 грамм арахисті пышақпен бөліп, яғни 2-ге 3-ге бөліп, қатты ұнтақтағыңыз келсе, блендер көмегімен езіп алуыңызға да болады. Арахис пен варенканы жақсылап араластырып, дайындап қоямыз. Бізде 2 салмамызда дайын. Енді келесі кезек қамырын дайындаймыз. Формамызға пергамент қағазын төсеп аламыз. Тоңазытқыштан шыққан қамырды 2-ге бөлеміз, яғни бір жағы үлкенірек, бір жағы кішкентай. Ұн сеуіп, қамырымызды жаямыз, үлкен бөлігін. Және дайындап қойған пергамент төселген формамызға қолдың көмегімен орналастырамыз. Енді осы қамырдан шеткі жақтарын, яғни бортиктарын да жасаймыз. Бортиктары, яғни начинкалары сыртқы жағына шығып кетпеу үшін. Қолдың көмегімен бортиктарын жақсылап тұрғызамыз. Және тегіс болып шығу үшін шанышқының көмегімен шеттерінің барлық жерін шанышқымен басып шығамыз. Дәл осылай жасап аласыздар. Және қамырымыздың кішкентай бөлігінен азғантай алып, дәл ортасынан 2-ге бөлеміз. Енді 2-ге бөлінген жағына алдын ала дайындап қойған сүзбелі және шоколадты начинкаларымызды орналастырамыз. Шеттеріне толық жеткізе отыра салмаларын саламыз. Және қамырдың қалған азғантай бөлігімен
ең беткі бөлігін қалауыңызша сәндеп шығуыңызға болады. Мінекей салмасын екеуін салдық. Енді қамырдың азғантай артылған бөлігін алып, астына үстіңгі бөліктеріне ұнды жиі себе отыра қамырды жаямыз. Яғни қамыр жұмсақ болғандықтан қолға жабысады. Сондықтан ұнды қалаған мөлшеріңізше себе отыра жұқалау қып жайып аласыз. Және пышақтың көмегімен бірдей мөлшерде ұзынша, яғни соломка ретінде қамырдың бәрін түгелдей кесіп шығамыз. Мінекей қамырды бәрін теңдей қып бөліп шықтық, және дәл видеода көрсетілгендей бөліктерді беткі бөлігіне толықтай орналастырып шығасыз. Болмаса өз қалауыңызша әртүрлі формада жүрекше, жұлдызша, неше түрлі формаларда қамырды кесіп беткі бөлігіне орналастыруыңызға да болады. Мінекей екінші бөлігіне де дәл солай жасайсыз. Яғни бізде квадратты формалар ретінде бетін сәндедік. Бәлішіміз дайын, және беткі бөлігіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Және алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста 35 минуттай қызарғанға дейін пісіріп аласыз. Піскен бәлішімізді жақсылап суытып, формасынан шешіп, бетіне қантты ұнтақты сеуіп шығуыңызға болады. Өте жұмсақ, өте дәмді пирог, ас болсын.